Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын нәзік осындай сметаник дайындайтын боламыз. Бұл пирогты сіздер тіпті тапсырысқа дайындасаңыздар да болады. Керекті ингредиенттердің тізімін осы видеоның астында описаниеда жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Мен барлық ингредиенттерді бірден қосатын боламын. Бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды саламыз. Қант саламыз. Бір жұмыртқа қосамыз. Електен өткізілген ұнымызды саламыз. Және де разрыхитель саламыз. Барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр елеп алатын боламыз. Енді қамырымызды 10-15 минутқа тынығуға қойып қоямыз. Енді пирогымыздың салмасын дайындайтын боламыз. Ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз, қаймағымызды саламыз, қант қосамыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді қамырымызды формамызға жайып шығатын боламыз. Менің формамның диаметрі 28 диаметрлі. Барлығын тегістеп жайып шығамыз, және де жандарына бортики жасап шығамыз. Қамырымызды формамызға жақсылап жайып шыққаннан кейін пирогымыздың салмасын салатын боламыз. Пирогымызды өз қалауыңыз бойынша әсемдесеңіз болады. Мен мұнда қатырылған смородина салып шықтым. Енді пирогымызды 180 градуста шамамен 25-30 минуттай пісіретін боламыз. Өз пешіңізге қарай ориентир жасасаңыз болады. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын. Ал егер де сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар.